Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы ағайынды үш кесел жайлы. Бұрынғылар кедейлік үш ағайынды болады деген. Үлкені кежерлік, ортаншысы еріншектік, кенжесі ұйқы. Бұл үшеуі бірі желкеңнен тартып, бірі құйрығыңды жерге жабыстырып, бірі қисайта құлатып, жібермей жатқан соң қолың қайда жетсін. Кежерлік, кесапат. Кежерлік дегеніміз біреудің тілін алмайтын, өзінің айтқанынан қайтпайтын тілазар, ақылға келмейтін қырсық адам. Кезінде Абылайханға келген диуана кемпір қарғыстың ең үлкені түрі өзің білме және білгеннің тілін алма деген қарғыс деп айтқан екен. Өзің білмеген соң, әрі білгеннің тілін алмаған соң, одан әрі кері кетіп, рухани азатыны, содан кедейлікке душар болатыны айдан анық. Халқымыз кежірдеп қыңыр, қырсық, менменшіл, той мойын, мойны айтқанға жар бермейтін бір беткей адамды айтады. Қыңырлық, тәкаппарлыққа бастайтын тура жол. Ал тәкаппар адам ешкімді де тыңдамай, өзін ғана дұрыс санайтын адам. Күнделікті өмірде қырсық шалғыр, ай қырсық-ай деп айтып қалатын кезіміз болады. Бодан біз кезінде жасаған қырсықтығымыз кері қайтып өзімізге қиындық, кедергі, зиян шегуші жағдай болып оралатынын байқаймыз. Сондықтан қырсығың қиындық боп қайтып оралмас үшін қыңыр қисықтықтан қашық болған жөн. Еріншектік деген не? Еріншектің не екенін еріншектің ертеңі бітпейді деген мәтелден-ақ аңғаруға болады. Яғни, ештеңе істегісі келмей, шаруаны кейінге ысырып тастай беретін, аяқ-қолы сау бола тұра жұмыстан қашатын жалқаулықты еріншектік дейміз. Абай атамыз еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады деп, еріншектік деген кеселдің тамырын дөп басып айтып кеткен. Дүниедегі жаманшылықтың басы еріншектікте екендігін айтады. Адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар. Әуелі надандық, екіншісі еріншектік, үшіншісі залымдық дейді тағы да Абай. Еріншек адамның ештеңеге ұмтылмасы, қарекет қылмасы анық. Іс істегеннің өзінде ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүріп, тындырымды шаруаның бір шетін шығара алмай берекесін қашыратыны рас. Құлықсыз істеген істе не қайыры бар? Ал қайыры жоқ істе табыста да, нәтижеде болу екталай. Содан кедейлік, қайыршылық деген басталады. Егер шынайы табыспен берекеге жеткіңіз келсе, қолға алған іске болаттай кірісіп, ниетіңізге бекем болыңыз. Ұйқының кедейлікке қатысы қанша? Халқымыз ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық дейді. Ұйқы мен еріншектік жалқаулық ұқсас ұғымдар. Еріншек ұйқышыл келеді. Күнін ұйқымен өткізіп, бәрінен құр қалады. Ал өзін сергек ұстағысы келген адам күнін ерте тұрудан бастайды. Күн шыққан сәтте адамзатқа ырзық несібе таратылады деген тәмсіл бар. Ол кезде ұйықтап жатқан адам несібеден құр қалады да, кешке дейін істеген ісінен нәтиже шықпай өзімен өзі титықтап бітеді. Ал істеген нәтиже болмаған соң табыс қайдан болсын? Кедейліктің қарыз бен берешектің кесірі осыдан басталады. Сонымен өміріңізді кедейлікпен өткізгіңіз келмесе, онда бабамыз айтып кеткен жоғарғыдағы үш кесірден іргемізді алыс ұстайық. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы тіл алғыш елгезек болып үйрен, кежірліктен құтыласың. Тіпті дәнеме қылмасаң да, жаяу аяңдап олай-бұлай жүріп үйрен, жалқаулықтан құтыласың. Дүние ақыреттің бірі болмаса, бірінің уайымын ойлап, қалай қыламын, қайтып есебін табамын деп ойға түс ұйқышылдықтан құтыласың. Бұл үшеуінен құтылсаң, қолың әр нәрсеге жетеді деп өсиет етеді. Мұндағы шарт үш кесірден де бас тарту, ада болу. Бірі бойымда жоқ екен деп жүре беруге тағы болмайды. Қалған кесірден де аулақ болуға, онымен күресуге тырысқан абзал. Оқыған Кәрім Нұргүл.